Бәріне сәлем достар, сіздермен бірге мен Фатина. Бүгінгі видеода біз творческий режимде өзіміздің ауылымызды құрастыратын боламыз. Біз қазір бірінші өзімізге ауыл іздеп көреміз. Ауыл тапсақ өзімізге үйімізді салып бірден өз ауылымыз ретінде жасап алатын боламыз. Достар, міне мен көріп тұрған бойынша бізге жақын жерде ауыл бар екен. Біз қазір сол жаққа барып өзімізге үйімізді салуды бастаймыз, достар. Достар, бізге осы шет болатын секілді, немесе мына шетті біз өзімізге босатып алып, осы жаққа үйіміз салсақ болады. Осы жерді босатып, осы жерге үй салсақ болатын секілді, себебі мына жерде күшті уақыт тұр екен, достар. Осы жерге үйіміз салып бастайтын боламыз, достар. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және 11 подписчик болғанымыз үшін сіздерге көп алғысын білдіремін, достар. Ал видеоны жалғастырамыз, достар. Видеоға дұрыстап қараңыздар. Бүгін біз күшті үй салып, сол жақта тұратын боламыз. Осы жерде біз өзіміздің үйіміз болатын болады. Көптеген ютуберлердің өздерінің ауылдары бар. Сол секілді біз де өзімізге ауыл жасайтын боламыз. Немесе мына шет бос тұр екен, сондықтан осы шетке жасай берейік, достар. Кеттік. Достар, біз қазір өзімізге YouTube хаус жасайтын боламыз. Себебі мен бұл жерде каналым дамығанда өзім достармен бірге түсіруім мүмкін осы жақта видео. Сондықтан бізге өте үлкен жер бір бөлмемен үй салуымыз керек. Бөлмелер көп болатын. Сондықтан видеоны жалғастырып қарай беріңіздер. Сіздерге видео ұнайды деген ойдамын. Достар, біз осылай өзімізге керек жерімізді дұрыстап белгілеп алайық бірінші. Содан соң YouTube хаусты салуға кірісетін боламыз, достар.
Dostlar, biz осылай қазір өзіміздің үйімізге келетін жолдарымызды жасап қоятын боламыз. Сосын өзіміздің үйіміз салып бастайтын боламыз. Dostlar, осы видео сіздерге ұнайды деп ойдамын. Бүгінгі видео сіздерге ұнаса, тағы да көбірек өздеріңіз достарыңыз болсын, үй ішіндегі отбасыларыңыз болсын, менің каналыма тіркеліп, маған қолдау беруін айтуларыңызды сұраймын. Егер осы видеоларым сіздерге ұнап жатса, маған өз каналымды дамытуға көмектесіңіздер. Сіздердің көмектеріңізбен мен ертең миллиондық каналым болатын болса, сол кезде мен сіздер үшін өте көп видеолар түсіретін боламын. Сіздерге олай алғысым шексіз болады, достар. Өздеріңіздің достарыңыз болсын, отбасыңыздағы бауырларыңыз болсын, бәрін менің каналыма лайк басып көруді сұраңыздар. Оларға да менің каналым ұнайды деп ойдамын. Ал біз өзіміздің үйімізді жасауды бастайтын боламыз. Достар, біз санауды ұмытып кеттік, сондықтан басына салатын боламыз. Бізге 3 этажды үй керек болса, біз әр 4 этаж бойынша белгілеп шығайық, достар. Бұл бізде артық болады екен. Осылай біз өзіміздің үйімізді белгілеп алайық. Және біз қазір ақ бетонмен үйімізді салатын боламыз. Dostlar, біздің үйіміз жақсы шығып жатқан секілді, сондықтан біз жалғастыратын боламыз.
Dostlar biz özümüzden, uyumuzdan basın salıp bir kaldık. Осылай салсақ кішкене созған дұрыс болады ау деп ойлап тұрмын. Себебі үйіміз тым қысқа ғой біздің. Сондықтан біз оны қазір ұзартатын боламыз. Dostlar video ұнап жатса лайк басуды ұмытпайық.
Dostlar, biz hashtag kızıl okuyup kızıl videomu yazardık. Sonuçtan videoyu arayıp ötürüyoruz. Bu iyice bizde 8-29 konuda var şekilde. Biz bayağı öyle özümüzge kuhnya жасайтын шығармыз. Бірақ кухняның немесе басқа бөлмелерді келесі видеода түсіретін секілдімін. Себебі бұл видеода біз үйдің өзін ғана салып бітіретін секілдіміз. Осылай біз үйімізді саламыз. Үйдің размері бәрі дұрыс келіп тұр. Енді бізге де осы жерден дұрыстап шығуымыз керек, және мынау қате кеткен шетін біз бұзып тастауымыз керек. Dostlar, bolumuzda canlı seri çekti istediğimiz seri betonun özünün kelesi videoda biz olsa uygun işin әдемілігін аламыз. Сол кезде видеода
кызыкпайтын секилди, себеби мына видеонун өзү бизге кеминде 1 саат убактыбызды алатын секилди. Эгер одан көп убакыт кетпесе, узак убакыт бою сүйлөмөй отканым үчүн кечирим сурайм достор, себеби менде бәрін санап шығу үшін микрофон өшіп тұрады кейбір кезде. Сондықтан мен дым айтпауым да мүмкін достар. Так, бізде осы бірінші этаждың полын істеп бітейін деп қалдық. Және қаяқта қандай комната болатынын белгілеп кететін боламыз. Бізде мысалы примерно мына шетке дейін бар кухня болатын болады. Бұл шеттен өзімізге осылай белгілейтін боламыз.
Dostlar, biz қазір өзімізге примерно осы шекті белгілеп алып, мына жаққа өзімізге душ жасайтын боламыз. Себебі бізге душ обязательно керек болады. Жоқ, бұл слишком ұзын болып кетті уже. Осында жетіп қалады, достар. Осы бөлмеге біз өзімізге душ жасайтын боламыз.
Burası gözümüzün önümüzden aldın. Dolayısıyla falsımızı aldın. Oslar akbok üstümüzü şiştik. Biz bayağı özümüzü sabırlayamız kadar. Olsa ciddi diyordu. Немесе осылай қойып шыққан дұрыс секілді. Önümüzde olsun diye sabah koyarız bir şey işte. Bırakmış ya özgü şeyler koydu. Özümüzün gidip olsun sırtçılar olsun diye ödememiz yapmamız. Biz özümüzge geliyoruz. Kedi hopturan boklarda aslayın altı signalımız aslında. O şey çok koymasın. Cem ayaktan da özümüzge geliyoruz boklarda oksuz. Dostlar video nasıl video kommentar yazgılayıp тағы да айтқаным секілді 11 подписчикке рахмет сіздерге. Менің көңілім көңілді болып қалды. Мен бүгін өте көңілді болып отырмын, себебі менің каналыма алғашқы 11 подписчигім пайда болды. Сол менің каналымның подписчиктеріне өз алғысымды білдіремін.
Достор, бул шүттө мен неге ашып коюп деген сурак болуп жатса, буяка биз эртең келесі видеоны жалғастырғанда ол шетке бізде лестница болады, екінші этажға арналған. Сондықтан біз ол шетті ашып қалдыратын боламыз. Және әрі қарай жалғастырып өзіміздің YouTube қосымыз сала беретін боламыз. Достар, мен бүгінгі видеоны осы жерде аяқтаймын деп шештім. Қазір осы бірінші этажды жасап біткеннен кейін біз видеоны аяқтаймыз. Hey достар, бүгінгі видео сіздерге ұнаған болса, видеоға лайк басып, комментарий жазып кетейік. Және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар достар. Және сау болыңдар достар. Бүгінгі видеомыз аяқталды.